Астанада қарулы күштердің ұлттық әскери патриоттық орталығында Сағадат Нұрмағамбетовтің ғасырлық мерейтойына арналған симпозиум өтті. Онда қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов қатысушыларды халық қаһарманының 100 жылдық аясында елімізде өткізіліп жатқан іс-шаралар туралы хабардар етті. Симпозиумға қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы президенті мұрағатының, әскери стратегиялық зерттеулер орталығының, ұлттық қорғаныс университетінің басшылығы, қарулы күштердің әскери қызметшілері мен ардагерлері, Астана қаласы әскери колледжінің кадеттері, жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты. Қорғаныс ведомствосының басшысы ұлттық мақтанышпен өзін-өзі тану тұлғасынан алғанда армия генералы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовтың есімі мен ерлігі тәуелсіз Қазақстан тарихына алтын әріптермен жазылған және ұрпақ үшін рухани мұра болып табылатынын атап өтті. Сонымен бірге армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтың мерейтойына арналған ғылыми зерттеу жұмысы таныстырылып, іс-шара қарулы күштердің ардагерлеріне Нұрмағамбетовке 100 жыл естелік белгісін табыстауымен және ұлттық әскери патриоттық орталығы шығармашылық ұжымының мерекелік концертімен аяқталды. Павлодар облысында Бекет 2024 кешенді оқу-жаттығу өтті. Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабының бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалединов қорғаныс кеңесінің отырысына қатысып, бірқатар нысандарды аралап, ведомствоаралық жаттығудың негізгі элементтерінің пысықталуын тексерді. Жаттығудың белсенді кезеңінде облыстың аумақтық қорғаныс бригадасының әскери қызметшілері стратегиялық маңызы бар Павлодар мұнай өңдеу зауытын күзету, қорғау және жасалған шабуылды бейтараптандыру бойынша практикалық іс-қимылдар жүргізді. Бекет 2024 оқу-жаттығуына орталық мемлекеттік органдардың, қорғаныс, төтенше жағдайлар, ішкі істер министрліктерінің, ұлттық қауіпсіздік комитеті және ұлттық ұланның өкілдері жұмылдырылды. Қорғаныс министрлігінде сарбаздар арасында жоғарғы оқу орындарында тегін негізде оқуға арналған 1000 орын бөлінді. Осылайша қарулы күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарда мерзімді әскери қызмет өткерген жастар жоғарғы оқу орнында жеңілдікпен оқу мүмкіндігін алды. Мерзімді әскери қызмет сарбаздарының оқу орындарына іріктеу жөніндегі комиссияның отырысы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Шайх Хасан Жазықбаевтың басшылығымен өтті. Іс-шараға қарулы күштердің басшылық құрамы, төтенше жағдайлар министрлігі мен ұлттық ұланның өкілдері қатысты. Бұл оқиғаны әскери бөлімдердің командирлері мен білім беру жеңілдіктерін алу конкурсына қатысқан сарбаздар да онлайн режимде бақылап отырды. Астанада Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш министрі, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтың 100 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Іс-шараға қорғаныс министрлігі басшылығының өкілдері, Қазақстан қарулы күштерінің ардагерлері, Сағадат Қожахметұлының серіктестері, оқытушылар мен студенттер, батырдың есімімен аталатын елордалық әскери колледждің кадеттері және жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты. Оймаша полигонында теңіз жаяу әскерлері бригадасы мен Батыс өңірлік қолбасшылығы материалдық техникалық қамтамасыз ету базасының 600-ге жуық әскерге шақырылушысы броньды техникамен және кедергілер жолағымен сынақтан өтті. Теориялық білімді, қару-жарақ пен әскери техниканың материалдық бөлігінің негіздерін игергеннен кейін сарбаздар танкты жүргізіп сынады. Таңертеңнен бастап тактикалық алаңда әскери техниканың гүрілі, гранаталар мен атыс қарулардың жарылысы естілді. Теңіз жаяу әскерлері танкке оқ жаудырып, жаттығу гранаталарын лақтырды. Окопқа жасырынып, көліктің сыртынан шабуыл жасады. Таразда Шәкір Жексенбаев атындағы радиациялық, химиялық, биологиялық қорғау батальонының әскери қызметшілеріне құрмет көрсетілді. Жақында олар 3 апта бойы су тасқыны салдарын жою жұмыстарына қатысып, Батыс Қазақстан өңірінен оралды. Тұрақты орналасу пунктіне оралған әскери қызметшілерді оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Қуанышбек Үштаев қарсы алды. Ол батальонның су тасқыны салдарын жоюға қосқан елеулі үлесін атап өтіп, әскери қызметшілерге грамоталар табыс етті.
Қонаев гарнизонында да Ақтөбе облысындағы су тасқынына қарсы іс-шараларға қатысқан инженерлік-саперлік бригаданың әскери қызметшілері көтермеленді. Әскери инженерлер Ойыл өзеніне паром арқылы су қатынасын қалпына келтірген болатын. Оларды бөлім басшылығы, әріптестері мен туыстары қарсы алды. 58-012 әскери бөлімнің қолбасшылығы әскери қызметшілерге табиғи апат кезінде көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін алғыс айтып, оларға грамоталар табыс етті. Атырау облысындағы су тасқынына қарсы іс-шараларға қатысып жатқан мерзімді қызметтің 20 сарбазы запасқа шығу үшін Тараз қаласына оралды. Бір ай бұрын бұл жауынгерлер Бауыржан Момышұлы атындағы 5-ші механикаландырылған бригаданың біріккен жасағы құрамында су тасқынына қарсы іс-шараларға қатысу үшін Тараздан Атырау облысына келген болатын. Аталған бригаданың 300 әскери қызметшісі тәулік бойы Жайық өзенінің жағасын нығайтып, бөгеттер тұрғызды. Мерзімді қызметтің соңғы айы сарбаздар үшін шынымен де оңай болған жоқ. Жігіттер өздерінің әскери және азаматтық міндеттерін толығымен орындап, бейбіт уақыттың нағыз батырларына айналды. Ақтау қаласының оқушылар сарайында Айбын 2024 облыстық әскери патриоттық жиыны өтті. Дәстүрлі жарыстарға 100-ден астам баладан тұратын 7 аудандық және қалалық команда қатысты. Жарыс бағдарламасына сәйкес қатысушылар пневматикалық мылтықтан ату мен күштік жаттығуларды орындап, газ-тұмша кию, АК-74 автоматын бөлшектеу мен құрастыру, арқан тартыс, сондай-ақ әскерилендірілген эстафетада күш сынасты. Айбын 2024 облыстық әскери патриоттық жастар жиынының қорытындысы бойынша жеңімпаздарға марапаттар, ақшалай сыйлықтар, дипломдар мен медальдар табыс етілді. Үздіктердің үздіктері халықаралық жиында облыстың намысын қорғамақ. Астанада жас сарбаз патриоттар ордасы жобасы аясында жас сарбаз қозғалысының тәрбиеленушілері арасында өткен әскери патриоттық ән байқауының қорытындысы шығарылды. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына арналған іс-шара Қазақстан Республикасы Қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығында өтті. Оған қорғаныс министрлігінің, елорда әкімдігінің өкілдері, маслихат депутаттары, қарулы күштердің ардагерлері мен жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты. Әскери патриоттық ән байқауының бас жүлдесін нөмірі 51-ші мектеп гимназиясының оқушысы Арай Ерахмет иеленді. Орталық спорт клубының спорт кешеніне қарасты Шымкент филиалы үйірмелерінің тәрбиеленушілері мен 35-748 әскери бөлімінің мерзімді қызмет сарбаздары орталық спорт клубының атақты боксшыларымен кездесті. Бокстан ел спартакиадаларының бірнеше дүркін чемпионы, күштік құрылымдар арасында әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Абзал Құттыбеков, орталық спорт клубының аға жаттықтырушысы, бокс командасының бастығы аға лейтенант Әлішер Омарқұлов, сондай-ақ арнайы шақырылған қонақ бокстан Азия чемпионатының күміс және қола жүлдегері, әлем чемпионы және 2020 жылғы Токио олимпиадасының қола жүлдегері, қорғаныс министрлігі спорт комитетінің әскери қызметшісі Сәкен Бибосынов өз жетістіктермен бөлісіп, спорттық мансаптағы қиындықтар мен табыстары, жаттығудың жаңа әдістері туралы айтып берді. Астанада Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан барысы Grand Slam турнир өтті. Онда армия дзюдошылары 1 алтын және 1 қола медаль жеңіп алды. Ауқымды спорттық шараға әлемнің 84 елінен 450 спортшы қатысты. Қазақстан құрамасы турнирді 5-ші орында алтын және 3 қола медальмен аяқтады. Жалпы медальдық есепте Қазақстан, Жапония, Италия, Қытай және Хорватия командаларына жол берді. Турнир қорытындысы бойынша ағымдағы жылдың 19 мен 24 мамырында Абу-Дабиде өтетін әлем чемпионатына қатысу үшін команда құрамы айқындалатын болады.